Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Каспий магазиндегі ашық категориядағы және жабық категориядағы товарлар туралы айтатын боламын. Яғни жабық категориядағы товарларға қандай документтер керек, барлығын нақты түсіндіріп беремін. Ең алдымен Каспий Pay приложениесіне кіреміз, ондағы магазин на Kaspi.kz деген бөлімді таңдаймыз. Қазір осында жабық категориядағы товар мен ашық категориядағы товарға анализ жасап көрейік. Бізде жалпы Каспий магазинде сертификат сұрайтын және сертификат сұрамайтын нишалардың списігі бар. Мысалы, сертификат сұрайтын товар салғыңыз келсе, мына товары деген кнопканы басасыз. Добавить новый товар деп, мысалы, мұнда Dyson деп жазайық. Мінекей, мына жерде Dyson фені деп шықты. Мына жерден кез келген біреуін таңдап көрейік. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, сертификат сұрайтын категорияларда осындай документ сұрайтын уведомление шығады. Бұндай жағдайда сіз мына связаться с поддержкой деген батырманы басып, служба поддержкадан қандай документтердің керек екенін сұрап аласыз. Жалпы жабық категориядағы товарларға 3 түрлі документ керек. Оған сертификат, счет фактура және договор кіреді. Енді сертификат сұрамайтын категориядағы товарды іздеп көрейік. Мінекей, добавить новый товар батырмасын басамыз. Мұнда органайзер жазайық. Органайзер для косметики. Міне қараңыздар, органайзер для косметики деп шықты. Біріншісіне кіреміз. Міне мұнда неше түрлі органайзерлер шықты. Мысалы, мұна біреусін алайық. Егер сертификат сұралмайтын товар болса, бірден осылай ашылады. Біз посмотреть товар на Kaspi.kz деп приложениеға өтеміз. Байқаған болсаңыздар, бағасы 7000 теңге деп тұр. Мінекей, астыға түсіп қарайтын болсақ, дәл осы нишада үш-ақ продавец бар екен. Демек, анализ жасау арқылы осы нишаға кіруге болады деген сөз. Яғни, алдыңғы видеода айтып кеткенімдей, товарларға және конкуренттерге анализ жасау арқылы ашық категориядағы және жабық категориядағы нишаларға кіріп товар сатсаңыздар болады. Жаңағы айтып өткенімде, Каспий магазинге жабық категориядағы товарды салу үшін 3 түрлі документ қажет. Оның біріншісі сертификат, екіншісі счет фактура, үшіншісі договор. Егер сіздерге ашық категориядағы және жабық категориядағы товарлардың списігі керек болса, сол списікпен келесі видеода нақтырақ бөлісетін боламын. Айтылған ақпараттар ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.